Сәлем достар, бүгін Хазіреті Осман радиаллаху анхудың нұрлы сөздерінен үзінділер келтіретін боламыз. Арнаға тіркеліп, егер видео ұнап жатса лайк басып кетіңіздер. Бейқам болудан сақтан, және жан алғыш періштеге дайын бол. Өйткені ол сенен ешқашан бейқам емес. Дүние үшін қайғыру жүрекке қараңғылық, ақырет үшін қайғыру жүрекке нұр. Егер де жүректерің таза болғанда, Құран оқуға тоя алмайтын едіңдер. Күнә жасағанның құлағынан жақсылап тарт. Өйткені дүниеде жаза алу, ақыреттегі жазадан әлде қайда жеңіл. Бір қиындыққа тап келгеніңде сабыр ет. Өйткені ешбір ауыртпалық жоқ, ізінен жақсылық келмейтін. Жәннет бақытын біле тұра демалып жатқанға, Аллахты біле тұра басқаны еске алып, басқаны сөз қылып жататындарға таң қаламын. Қабір дүние аялдамасының соңғысы, ақырет тұрағының алғашқысы. Ол жерде азап көргеннің алды жаман, жақсылық көргеннің алды жақсы. Азиз және жәлил болған Аллах сіздерге ақырет бақытына қол жеткізу үшін дүниені берген. Дүние фәни, ал ақырет мәңгі. Фәни болған дүние сені бетімен кетіріп, мәңгі болған ақыреттен бөгелтпесін. Фәни болғаннан мәңгіні жоғары қой. Дүние жоғалып кетуші. Соңында барылатын жер Аллахтың хұзыры. Өткендерден үлгі алыңдар, құлшыныспен әрекет етіңдер, бейқам болмаңдар. Ешбір ісіңізге көз жұмылмайды. Қайда сол дүниеге келіп, ұзақ уақытқа пайдаға қол жеткізгендер. Егіп орғандар, және олардың бауырлары. Оларды ұмыттыңдар ма? Дүниеге Аллахтың берген өлшеміндей маңыз беріңдер. Ақыреттен де нәсіптеріңді ұмытпаңдар. Ей адам баласы, біл, жаныңды алуға міндеттелген періште сені тастамайды. Ажалың келгенде сені тастап, басқаға кетіп қалмайды. Құдды біреуді тастай салып, саған келетіндей өлімге дайын бол. Бейқам болма, өйткені сен ұмытылған жоқсың. Ей адам баласы, өздігіңнен бейқам болып дайындалмасаң, сенің орныңа басқа біреу дайындалмайды. Нақты түрде Аллахтың хұзырына шыққалы тұрсын. Өзіңді дайында, өз істеріңді басқаға сілтеме. Ей адамдар, Аллахқа қарсы келуден сақтаныңдар. Өйткені Аллахқа қарсы келмеу бір олжа. Ең ақылды адам, ол өзін есепке алған, өзін жақсы игере алған, өлімнен кейінгіге жақсы амал жасап, және қабірдің қараңғылығынан Аллахтың нұрынан пайдаланған адам. Құл көздері көрген халде өзін Аллахтың соқыр қылып тірілтуінен қорқсын. Хикметтен түсінгенге мағыналы сөз жеткілікті. Мағынауи соқыр болғандар онсыз да хақты ести алмайды. Кішкентай бөбектерді табыс табуға күштемеңдер. Егер оларды табыс табуға күштесеңдер, ұрлыққа барады. Күңдерінде табыс табуға күштемеңдер. Олар зинаға барады.
Ар намыстарыңды қорғасаңдар, Аллах та сендердің ар намыстарыңды қорғайды. Тамақтарыңның халал және таза болуына көңіл бөліңдер. Аллахтан қорқу адамды оның ашуынан қорғайтын бір қалқан және разылығына қол жеткізетін себеп. Оқиғалар алдында Аллахтан қорқыңдар, жамағатпен бірге болыңдар. Бөлшек-бөлшек болып ажырамаңдар, Аллахтың сізге берген нығметтерін еске алыңдар.